Құрметті Instagram парақшасында сатушылар, жарнамалаушылар, жаңағы кафе, мейрамхана, тіпті балалардың денсаулық кешендері, балалардың музыка мектебі, жекеменшік мектептер, монша, самса болсын, пицца болсын, не болса, не керек, не сатады, соның бәрін жарнамалайтын жарнамалаушылар. Өзінің блогын жүргізетін, жаңағы кулинарлық жаңағы блогтарын жүргізетін адамдар. Сіздерден де өтініп сұрайым. Неге қазақ тілінде жүргізбейсіздер? Сіздердің мейрамханаларыңызға тек қана басқа тілде сөйлейтін адамдар бара ма? Кафелеріңізге. Соның 80-90% өзіміздің қазақтар. Бірде-бір қазақ жоқ. Қазақша түсінбейтін. Сіздердің айтқандарыңыздың бірде-бір сөзін түсінбеймін, ұқпаймын деген қазақ жоқ. Барлығы түсінеді. Барлығы 100% қазақ тілін, ана тілін түсінеді. Сіздердікі не? Орысша бастайды. Бұлай кісі өтіп бара жатса, сәлеметсіз бе деп қазақша амандасады, одан кейін қайтадан орысша жалғастырады. Ол не деген сұмдық? Не деген сұмдық? Ау халайық, қойыңыздар шайш. Қазақша сөйлеңіздер. Өздеріңіздің блогтарыңызды қазақша жүргізіңіздер. Елге деген құрмет көрсетейік. Тілге деген құрмет көрсетейік. Ата-бабамыз осынау жерде, қазір сіздер пафос деп айтасыздар тағы да. Ой, мынау бастады. Бастаған жоқпын ештеңе. Жаңа ғана бастап жатыр. Ол айтылып келе жатқан мәселе. Қазақша сөйлейік, өзіміздің тіліміздің деңгейін көтерейік. Жетім бала құсап қашанғы кіреберісте тұра береді сығалап қазақ тілі. Өзіміздің тіліміз, ата-бабамыздың тілі. Бізге сеніп тапсырып кеткен ұлт тілімен ұлт дейді. Сондықтан да қазақша сөйлейік ағайын.